Алматы облысы Панфилов ауданы Әулие-Ағаш ауылындағы Әулие-Ағаш жайлы айтамыз. Әулие-Ағаш бұл қарағаш. Қарағаш Қазақстанның барлық территориясында өседі. Бірақ бұндай үлкен ағаш әлемде 3 жерде бар екен. Біреуі Қытайда, онан кейін Меккеде, онан кейін өзіміздегі Жаркенттегі осы үлкен әулие қарағаш. Бұл ағаштың биіктігі 20 метрден астам, ені 6,5 метр, 5-6 адамның құшақтағанда жетеді екен. Бұл қарағаш негізінде 60-70 жыл өмір сүретін ағаш. Ал бұл ағаштың өмір сүруіне 700 жылдан астам уақыт болған. Бұл ағаш бізге қалай пайда болды? Бұл ағаш көпес бір бай Бейбосын деген саудагер Меккеге сауда жасауға шыққан кезде осы жерге түнеп, таяғын жерге қадап қойған екен. Сол кезде таңертең оянса, жаңағы ағашы тамыр жайып көктеп кеткен екен. Содан бұл жерде бір қасиет бар деп айтылады екен. Осы үлкен әулие ағаш өсіп тұр. Бұл әулие ағаштың жан-жағындағы ағаштар бұны қоршап және бәрі иіліп сәлем салып тұр екен. Бұл жерге елдер тәу етіп келеді екен, тілек тілейді екен, ақтық байлайды екен, садақа салады екен. Бұл ағаштың қасиетін осы ауылдың адамдары бірнеше оқиғамен айтып береді. Жаңағы 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін бірнеше шешен отбасы жер аударылып келіп, отынға осы ағаштың бір бұтағын пайдаланған екен. Сол пайдаланған отбасы сындырып үйіне алып барған кезде түгелімен қаза тапқан екен. Одан кейін бұл ағаштың маңына дәрет сындырған адамның беті басы қисайып кетеді екен. Және осындай бірнеше оқиғалармен дәлелденген екен. Бұл ағаштың жанында тағы да бірнеше ағаштар бар. Бозбала бойжеткен деген ағаш бар. Бала көтере алмай жүргендер сол ағашқа келіп жаңағы айналып садақа салса балалы болады деген. Бұл ағаштың қасиеті сондай ерекше екен. Бұл жерге әлемнің түкпір-түкпірінен көруге туристер келеді екен. Курорт Алма-Арасаның дәл жолында.